начнем с модуля 3. Біз үшінші модульден бастаймыз. Біз мұны үшінші модуль деп атаймыз. Біз бұл модульді көзқарасты өзгерту және ұйымдарды құру деп атаймыз. И как построить организацию. Сіздер игеру тиіс маңызды нәрсе бұл дұрыс ойлау білу жүйесі. Правильный тип мышления. Мен көп жерде байқағандай қарым-қатынас сіздің көкке ұмтылу деңгейіңізді анықтайды. Кез келген бизнеске еліктіру әдісімен таныс боларсыз деп ойлаймын. На самом деле так. Шын мәнінде де солай. Тек бұл бизнесте ғана емес, сіз ұмтылып отырған барлық салада да кездеседі. Сіздің осы бизнеске деген көзқарасыңыз сіздің ұйымыңыздың қаншалықты деңгейге көтерілетінін анықтайды. Организация. Одним из Бұл қызметтегі ең негізгі фактор. Басқа дәстүрлі сала мен танымдағы дүниелер бұл бизнеске тән еместігін түсіну. не всегда полностью. Қазір осы аудиторияда отырған көбіңіз әртүрлі салада жұмыс тәжірибесі бар 200, 220, 230 адам болуыңыз мүмкін. 30 человек, у всех из которых имеется опыт Сіздер осы бизнестің әртүрлі саласында тәжірибеңіз бен біліміңізді дамытқан адамсыздар. из различных Бұл өте керемет. Бірақ бұл бизнесті дамыту үшін атқарылып жатқан стратегиялардың бір-бірінен ерекшелігі бар екендігін мойындауымыз керек. что очень часто стратегии, Сіздер осымен айналысып жатқан болсаңыздар, бұл өте керемет. естественно, развиваться очень Біздің сәтімізге орай бұл бизнесті дамыту стратегиясы өте қарапайым. намного проще. Сонда да біз олардың бір-бірінен айырмашылығы бар екендігін мойындауымыз керек. Мәселен, сіз баскетбол командасының жаттықтырушысыз. Сіз командаңыздың жеңісін қалайтын болсаңыз, жүзушілер жаттығатын стратегиялық жаттығуды қолданбайсыз. Егер сіз жаттықтырушы болсаңыз, баскетболдың стратегиясын қолданасыз. Егер сіз жүзушілердің жаттықтырушысы болсаңыз, сіз жүзу стратегиясын қолданасыз. Сіз футболшылар үшін бадминтон жаттығуын қолданбайсыз ғой. Бұлардың да ерекшеліктері бар. Бұлар қолданыстағы бекітілген жаттығулар. Бізге бар болғаны дәстүрлі ойлаудың кейбір тұстарын өзгерту керек екендігін ұғындыру қажет. Бірақ мен дәстүрлі ойлау ештеңеге жарамайды деп отырған жоқпын. Мен тек қана дәстүрлі ойлау біздің бизнесте әрқашан іске аса бермейтіндігін айтып отырмын. Например, в традиционных видах деятельности Мәселен, дәстүрлі қызмет түрі мен корпоративті әлемдегі негізгі ой-пікір сіздің неғұрлым таныстарыңызбен байланысыңыз көп болса, сіздің бизнесіңіз де соншалықты өркендейді дегенге саяды. Біз бұл жөнінде талай естігенбіз, солай емес пе? Мәселен, сіз Германиядан мейрамхана ашқыңыз келді. Өте тамаша. Сіз Германияға келдіңіз. Кәсіби аспазсыз. Мейрамхана аштыңыз. Сіз мейрамханаңызды Франкфурт қаласында аштыңыз дейік. Франкфурт қаласында ешкімді танымайсыз. Екінші жағынан өмір бойы Германияда тұрған Бернард бар деп айталық. Оның қоғамның әртүрлі саласында таныстары көп. Ол да Франкфурт қаласында мейрамхана ашқысы келеді. Қалай ойлайсыз, қай мейрамхананың жұмысы алға басуы мүмкін? Әрине, Бернардтың, солай емес пе? Өйткені оның таныстары көп. Ол көп адамды таниды. Оның мейрамханасына көп адам келеді. Міне, дәстүрлі ойлаудың түрі деген осы. Есіңізде сақтаңыз. Мен ойлау түрі деген сөзді көзқарасты өзгерту тіркесінің сөйлемінің баламасы ретінде қолданып отырмын. Мен сіздерге ұсынып отырған ойлау түрі тек бүгін ғана емес, үнемі тактикаңызда қолдануыңыз керек. Сіздер оны күн сайын тәжірибеде қолдануыңыз керек. Өйткені бұл қиын. Себебі дәстүрлі ойлау түрінен арылу өте қиын. Сондықтан сіздер күн сайын жаттығуларыңыз керек. вам необходимо постоянно Біз жас үйренушілер есебінде осыны үйренетін боламыз. Таныстарыңыз қанша көп болса, соншалық дәрежеде көтерілесіздер. Мен өз балаларын өте жақсы мектепте оқыту үшін аянбай еңбек ететін көптеген ата-аналарды білемін. Тек қана білімін беріп қана қоймай, таныс арттыру үшін жұмыс істейді. Шындыққа тура қарайық, олар өздерінің жеке таныстық жүйесі арқылы жұмыс істейді. Мәселен, сіздің лауазымды қызметте жұмыс істейтін танысыңызды алайық. Ол өзіне қызметкер іздейді. Ол былай ойлайды. Ол менің сыныптасым, ол менің жолдасымның туысқаны, менің ағам, оған сенуге болады дейді. Солай болады. Өмір солай құрылған. Сондықтан көптеген ата-аналар балаларын жақсы мектептерге береді. Тек қана білім беріп қана қоймай, таныс арттыру үшін жұмыс істейді. Кез келген сауданың ережесі, қанша көп сатсаң, соншалықта көп табыс табасың. Сауда саласында жұмыс істеген адамдар үшін маңызды. Сіз қанша көлемде тауар көп сатсаңыз, сонша көлемде мол табыс табасыз. Осы жағдайдың өзінде де сіз неғұрлым іскер адамдарды жұмысқа алатын болсаңыз, оның таныстары қанша көп екендігіне де қарайсыз. Себебі ол жігіт Сингапурдың немесе Куала Лумпурдың жартысын біледі. Ол танысы көп болғандықтан тауар тарату жұмысына өте лайықты. Көптеген адамдардың біздің бизнесте сәтсіздікке ұрынуының себебі мынада. Мен мұны күнде естеймін. Естеріңізде ме? Мен кешегі кездесуде сіздерге тек қана шындықты айтсақ бола ма деп рұқсат сұраған болатынмын. Бұл рұқсат әлі де күшінде ме? Мен шындықты айтсам бола ма?
Мен сіздердің жеке бастарыңызға қатысты нәрсе айтып жатыр деп, маған көзәйнектеріңізді лақтырмайсыздар ма? Шын мәнінде мен артық ештеңе ойлап тұрған жоқпын. Мен жалпы айтып отырмын. Мен сіздер әлде осы қызмет түріне келген сәттен бастап Квеснетте қалай табысқа жетемін деп ой үстінде жүрген боларсыздар деген ойдамын. Мына адамды тартуым керек, себебі осы аймақтың жартысын таниды екен. Мына адамды тартуым керек, өйткені оның ықпалы күшті екен дейтін шығарсыздар. Мына адам ұйымның ең жоғарысында тұрады екен. Менің не айтпағымды түсініп отырған шығарсыздар. Сіздердің қаншаңыз ойлаудың осындай түріне берілдіңіздер. Шын мәнінде де өзіңізбен өзіңіз шынайы болыңыз. Мысалы, мен алайық. Мен де ойлаудың осы түріне берілген едім. Мен де өзімді бұл тізімнен сызып тастай алмаймын. Бұл өте кең тараған ой. Себебі біз осылай тәрбиеленгенбіз. Мына адамды тартуым керек, өйткені оның ықпалы күшті екен. Мына адамды тартуым керек, өйткені оның ықпалы күшті екен. Егер біздің бизнес тек осы ойдан тұратын болса, онда бұл бизнес барлық адамның қолынан келмес еді. Яғни кез келген адамға ашық болмас еді. Біз осы презентацияда айтып отырған сөздеріміздің бәрі де өтірік болар еді. Осы ашықтық емес пе сіздерді осы бизнеспен айналысуға қызықтырып отырған? Бәріміздің де осындай көп танысымыз бар ма? Жоқ, ендеше бізге басқа жолдарын іздеуіміз керек. Біз осындай ойлау түрінен арылуымыз керек. Егер сіз осы бизнеспен айналысқыңыз келсе, біз айтқандай өзіңіздің ортаңыздағы өзіңізге деген сенім мен ықпалыңызды пайдалануды үйреніңіз. Өзіңіздің сенім шеңберіңізді пайдаланыңыз. Дұрысында бұл сенім ықпал саласы деп аталу керек, бірақ бұл сөзді айту қиындау. Дұрысында өзіңіздің сенім шеңберіңізді пайдалануды үйреніңіз. Әркімнің мыңдаған таныстары жоқ. Әрбірімізде 10 мыңдаған адам жұмыс істейтін желілік маркетингіміз жоқ, бірақ әрбіріміздің сенім шеңберіміз бар. Дұрыс па? Мен сенім шеңберіңіз бар дегенде сіздің айтқаныңызға сенетін адамдар ортасын айтып отырмын. Бұл залда осындай 3 адам бар екен, қалғандарында ықпал ететін ортасы жоқ. Менімен келсесіздер ме? Мен осы бизнесті бастағанда алғашқыда 2 адам таныстырғанмын. Мен де бизнесімді кәдімгі сіздер сияқты бастадым. Дүкенді аралап келе жатып, Ферди Валентинді кездестірдім. Сіздер Ферди Валентиннің кім екенін білесіздер ме? Ол жөнінде алдағы уақыттарда еститін боларсыздар. Ол осы бизнестегі ең басты адамдардың бірі. Мен сауда қатарын аралап келе жатсам, ол эскалатормен түсіп келе жатыр екен. Ол менен сен әлі сол компанияда жұмыс істеп жатырсың ба деп сұрады. Жоқ, мен ол компаниядан шығып кеткенмін дедім. Сен кетіп қалдың ба деп таңырқай сұрады. Шын мәнінде мен ол компанияда көп табыс тапқанмын. Енді не істеп жүрсің? Квеснет компаниясында жұмыс істеп жатырмын. Мен де осы бизнеспен айналысқым келеді деді. Мен тоқта, мен саған бизнес жоспарымды көрсетейін дедім. Ол эскалатордан түсіп бара жатып, жоқ, менің уақытым жоқ. Ертең хабарласам, кездесейік, маған жоспарыңды көрсетерсің деді. Кетіп бара жатса да маған, мені қалдырып кетпе, менің де осы жұмыспен айналысқым келеді деді. Ол менің алғашқы күнім болатын. Не деген оңай жұмыс. Менің бұл бизнесте көп табыс табамын деп ойладым. Бұл оқиға таза шындық. Менің немере қарындасыммен осындай жағдай болған. Ол қынжылатын ажырасу процесінде жүреді. Маған, мен ол компанияны білмеймін, бірақ сен осы кәсіппен айналысып жатсаң, сен айналысуға болатын бизнес десең, онда мен де айналысам деді. Шын мәнінде де сенім шеңбері деген осы болады. Мен бірінші 4 аптада 15 мың таптым. 15.800 тағы майда ақшалары бар. Арғы шетіндегі балалардың керегіне. Мен тек қана бар болғаны 2 адам ғана шақырдым. Біреулер ойлайды, сен осынша ақша таптың, өйткені басқа желіде 20 мың адам болған деп. Жоқ, мен басынан бастадым. Яғни бір шетіме менің жақын досым Ферди келді. Ферди екеуміз алға шолққан күннен кейін 2-3 күн ішінде француздық тәтті нан пісіретін дәмхананың ішінде кездестік. Алдымызда тұрған жалпақ ыдысты аударып, оған бизнестердің жоспарын түсіндірдім. Қатты ұнаған соншалықты ол сол түні көзделе алмапты. Нәтижесінде ол бизнесті бастады. 2 ай өткен соң мен одан, Ферди, сен менің түсіндіргенімді күтпей қалай шешім қабылдадың деп сұрадым. Сонда ол, өйткені мен сені білемін ғой, сен бұл бизнесті кірісіп істеп жатсың. Бұл сенің бизнесті керегінше зерттегеніңді білдіреді. Ақыры сен осы бизнесте екенсің, мен де осында боламын деп жауап берді. Бір сөзбен айтқанда, ол менің сөзіме сенеді және әркімнің өз сенім шеңбері бар. Сіздердің түрлеріңіз бұған сеніп отырғанға ұқсамайды. Жақсы, жарайды. Мен әрқашан өзіме сенім білдіріп, келісім берген 2 адам жайлы ғана айтамын. Міне, барлық табыс көзі. Менде шын мәнінде 2 адам ғана бар. Бір жағымда Ферди болса, екінші жағымда немере қарындасым Мадет. Өзімде бар болғаны 2 адам бола тұра, бірінші айда 15 мың таптым, екінші айда 26 мың, үшінші айда 37 мыңдай таптым. Соның өзіне мен 2 адам ғана шақырдым.
Яғни сізге көп адам керек емес, маған 40-50-дей жындысың деген адамдар жөнінде айтпай ақ қояйын. Мен іске аспайтын армандарды қуалап жүрген қиялшыл деген адамдар да болды. Менің диагнозым деп ат қойған тағы бір әйел болды. Ол мені мазақ етіп өзінің кеңсесінен қуып шыққан болатын. Ол әбден маған ашуланып, қуардың алдында мазақ қылған болатын. Міне, мен осылай бастаған едім. Мен алғашында ашуландым, бастапқы екпінімді жоғалтып алдым. Мен ақшаны қалай табамын деп ойладым. Себебі мен өзімнің туысқан қарындасымды шақырып қойдым ғой. Мен өте қатты күйзеліске ұшырадым. Көп адамдар менен «Джо, сенде осындай күйзеліс болды ма?» деп сұрайды. Барлық қалыпты адамдар сияқты менде де болған, әрине. Бірақ 2 сағаттан кейін күйзелісім тарқап кететін. Бұл күйзеліс осы жұмысымның қиын сәттеріндегі сынақ болатын. Жұрттың бәрі менің айтқаныма қарсы болды. Алайда ой өзгерту туралы әңгімемнің 2-ші бөлімінде айтамын. Қалай болғанда да менің айтайын дегенім, сіздің туысқандарыңыз, әріптестеріңіз, достарыңыз сізге Квеснет болмаса GQI компаниясының қызметі үшін қосылмайды. Олар тек қана сіздер үшін бизнес бастайды. Олар сіз үшін қосылады, өйткені сіз оларға ықпал ете аласыз. Сізге 50, 60 немесе 100 адам сенбеуі мүмкін. Бірақ сіз тура 2, 3, 5 адамға ықпал жасай аласыз. Көп адамдардың ықпал ететін және сенім білдіретін ортасы бар. Біреу 5 адам, біреу 10, 20 адам деп айтар. Менің ойымша сенім шеңбері 3 адамнан 5 адамға дейін тұрады. Бұл сенімді адамдар көлемі сенім шеңбері 3 адамнан 5 адамға дейін болады деген сөзіме кім келсен? Бұл өте көп сан емес. Ендеше 4 санына тоқталайық. Осы санға сенім артуға болатынына келісесіздер ме? Сіз Квеснетке бірден 100 адамды тартып оларды сендіре алмайсыз, бірақ сіздің 2, 3, 4 адамды сендіре алатыныңызға мен де сенемін. Осы мөлшердегі сандар жөнінде әңгіме қылайық. Мен айтқандай, сіз бірден 100 адамды тартып оларды сендіре алмайсыз. Ал 2-3 немесе 5 адамды сендіру менің ойымша үлкен қиындық тудырмайды. Сіздердің араларыңызда 2, 4, 5 адамды сендіре аламын деп ойлайтындар аз емес. Көпшілігіңіз мұны істеп қойғансыздар. Кәне, қаншаңыз осылай істедіңіздер? Енді қаншаңыз осымен айналысып жатырсыздар? Мұны білуім керек, өйткені арамызда әлі мұнымен таныспаған адамдар да болуы мүмкін. 2-3 адам маған жеткілікті деп есептейтіндеріңіз бар ма? Мәселе мынада, егер сіздің ықпал ететін адамдарыңыз болғанның өзінде 10 000 адамды тануыңыз мүмкін емес және сонша адамға ықпалыңыз да болмайды. Алайда сіздің жаңа жұмыс іздеп жүрген ініңіз, жұмысын ауыстырғысы келетін әріптесіңіз, қосымша жұмыс көзін қарастырып жүрген жүкті әйеліңіз бар. Сіз жұмыс істейтін кеңседе жұмысын тастап, басқа жұмыс іздеп жүрген жолдасыңыз бар болуы мүмкін. 2, 3, 4 адам ғана. Енді осы 3-4 адамның өзінің ықпал жасай алатын сенім ортасы бар. Олардың да сенетін адамдары бар ғой. Олар QI немесе Квеснетке жұмыс істеуге сіз үшін емес, солар үшін келеді. Ол адамдар өз адамдарын қосып өсетін болады. Сіз оларға отырып көмектесетін болсаңыз, олардың өз ықпал ететін топтарының жұмысының өркендеуіне әкеледі. Оның соңы үлкен ұйымның құрылуына ұласады. Ұйым өркендей бастайды. Мұның да менікі дұрыс па? Енді осы ұйым өркендей бастайды. Сіздің ұйымыңыздағы барлық адамдар сіздің тікелей шақырғаныңыз маңызды ма? Жоқ. Яғни біз тікелей шақырдық па? Жоқ. Әлде ұйымымыздағы басқа адамдар шақырды ма? Ешқандай да маңызы жоқ. Квеснет компьютер жүйесі мұны есепке алмайды. Ол тек қана белгілі бір адам осы жүйеде жұмыс істейтіндігін ғана есепке алады. Дұрыс па? Шындығында сіз осы салада тікелей және жанама түрде адам шақырғандығыңызды есептейтін болса, тікелей шақырылған адамдар үшін үстеме ақы төлейтін болса, бұл жүйе көптеген адамдардың қолынан келмес еді. Егер сіз 5 адам тікелей шақырып келіп, $800 үстеме ақы алатын болсаңыз, немесе жанама, яғни ұйымыңыздағы адамдар 5 адам шақырып $400 алатын болсаңыз, онда аталған стратегия іске аспайтын болар еді. Яғни тікелей және жанама шақырғандығыңыз үшін ешқандай да үстеме ақы жоқ. Компьютерге бәрібір сіздің оң жақтағы тармағыңызда 5 адам, сол жақтағы тармағыңызда 5 адам болып тұрғанда, сіз әрине $400 алатын боласыз. Егер компьютерге бәрібір болса, онда бұл жағдай сізді не үшін мазалауы керек? Бұл адамдар сіздің сенім шеңберіңізден келді ме? Әлде басқа адамнан сенім шеңберіңізден келді ме? Оның сіз үшін маңызы бар ма? Жоқ. Сіздің тікелей шақырған және жанама шақырған адамдарыңыз ба? Оның ешқандай да айырмашылығы жоқ. Яғни компьютер үшін айырмашылық болмаса, онда сіз үшін де айырмашылығы болмауы керек. Егер сіз жай ғана осы жұмыспен айналыссаңыз, өзіңіздің 5 адамыңызды шақырсаңыз, олар өздерінің 5 адамын шақырса, солай ары қарай кете береді. Солай сіздің ұйымыңыз қаржылай дамып отырады. Дұрыс па? Ендеше жағдайды анықтап алайық. Көбіне адамдар бұлай ойлайды: мен бір коллекциялық монетаны сатып алып, сосын 10 адам шақырам дейді. Осында отырғандардың қаншасы басында осылай ойлады.
Шын мәнінде де мен көптеген мақалалар оқығанмын, осында және басқа елдерде. Басында 5 адам әкелсең болды деген ой қалыптасқан. Шындығында да олай емес. Жасыл секция сіздің шақырған 5 адамыңызды бәрібір көрсетіп тұрады. Сонда сіз тікелей 5 адам шақырсаңыз қанша табыс табасыз? $400. Ал сіз шақырған адамдарыңыз тағы 5 адамды шақырса, тағы да $400. Көрдіңіздер ме? Яғни ешқандай айырмашылық жоқ. Адамдардың өздерінің 4 адамын ертіп келгеннен кейінгі қателігі неде екендігін білесіздер ме? Мен Сингапурдегі бір оқиғаны айтып берейін. Мен онда дәріс бергенмін. Мен тренинг жүргізіп жатқанымда маған бір адам келіп, оған барлық адамдар сенбей қарсылық білдіретіні жөнінде қайта-қайта айта берді. Жиналыс біткенше осылай шағым айта берген соң, мен оны қатты аяп кеттім. Оған келіп, "Мырза, мен осында тағы 2-3 күн боламын. Менің сізге көмек бергім келеді" деп жеткіздім. Мен оған оң жақтағы және сол жақтағы тармағыңа адам шақырып беруге көмектесейін дедім. Мен сізге жәрдем беремін десем, жоқ, менің оң және сол тармағымда адамдарым бар деді. Мен таң қалдым. Адамдарың бар ма деп сұрадым. Ол, "Иә, менің оң жағымда 3, сол жағымда 2 адам бар" деді. Мен оған ендеше не мәселе деп сұрадым. Ол соңғы 4-5 күнде 50-60 адам шақырып едім. Барлығы да келіспеді деді. Оның айтқаны мені ойландырып тастады. Ол жігіттің жұмыс істеу тәсілі дұрыс болмаған екен. Ол өзі айтқан 2, 3, 5 адамды тастап кетуіне не себеп? Олар онымен келіспеген. Ол не істемекші болды? Ол бір өзі 100 адам шақырмақшы болған. Олардың бәрі оған жоқ деген. Адамдар осы бизнесте жүріп, бір өзі 100 адам шақырмақшы болады. Бұл жаңағы жігіттің жіберген қателігі болатын. Міне сол себепті жаңағы жігіт сәтсіздікке ұшырады. Ол қатты қапаланды. Мен одан, "Сенің оң жақтағы 2 және сол жақтағы 3 адамыңа не болды" деп сұрадым. "Мен білмеймін. Негізі олардың өздері осыған басқа адамдар шақыру керек қой" деді. "Олар мен үшін ақша табу керек. Осы бизнестің мақсаты осы емес пе" деді. Жаңағы жігіттің санасының жеткен жері осы болатын. Осы жұмыста ақшаны осылай таба ма? Соңында не болады? Адамдар бұл салада жұмыс істеуді ысырып қояды. Себебі оларды шақырады да өздерін қалдырып кетеді. Олар болса бұл саланың қыр-сырын білмейді. Оларды ешкім де арнайы дайындап оқытпаған. Нәтижесінде олардың ынтасы жоғалып, жұмыс істеуі доғарылады. Бұл жөнінде сәл кейінірек айтам. Сонымен адамдар осы саладан неге кетеді? Алдында қызығып жұмыс істегісі келген адамдар соңында неге суып қалады? Оларға қолдау болмаған соң сөйтеді. Сондықтан олар кетеді. Сізге білу керек басты нәрсе, сізге шыдамды болу қажет. Сіз өз күшіңізбен Қазақстанның жартысын шақыра алмайсыз. Осыны сіз неғұрлым ерте түсінсеңіз, сіздің бизнесіңізде соғұрлым табысты болады. Есіңізде болсын, бұл сала тез байып кететін сала емес. Бұл жерде сізге ақша бірден сіздің бірінші күніңіз немесе бірінші аптаңызда келмейді. Сіз өз адамдарыңызға, олар өз адамдарына осы саланы үйрететіндей жол табыңыз. Түсінесіздер ме? Ұйымдастыру жұмысын осылай бастау керек. Бір-біріңізге көмек көрсету арқылы ұйым құрылады. Келесі күні маған Ферди хабарласып былай деді: "Джо, менің бір топ сөйлесетін адамдарым бар. Сен маған осы саланың қыр-сырын түсіндіруге көмектесесің бе? Мен сен сияқты түсіндіре алмаймын. Мен әрине қашан барайын? Сағат 7-де ме? Жақсы. Мен кездесетін күнді есімде сақтадым. Сонымен біз Артигас пиццериясында кездестік. Бұл өте қарапайым пиццерия болатын. Ол жерде Ферди өзінің бір топ адамдарымен келді. Олардың ішіне Дейв Трейнгат та болды. Мен әлі күнге дейін сол жерде Дейв Трейнгаттың болғанына қуанамын. Сол жерде кездескенге дейін мен оны танымайтын едім. Оның компьютерге айырмашылығы бар ма? Жоқ. Мен ол жерде өз бизнесіміздің жоспарларымен таныстырдым. Дейв жоспарларымды көрді де маған, "Жақсы, сонымен неден бастаймыз" деді. Мен қуанып, "Пақ шіркін, бұл да мен сияқты екен ғой" деген ой келді. Екінші жағына немере қарындасым хабарласты. Ол, "Мен достарымды шақырып қойған едім, сен презентация өткізіп бересің бе" деді. Әрине, маған тақта мен шам дайындап қой. Оның үйінде тақта жоқ еді. Біз не істедік? Қабырғаға ақ парақтарды жабыстырып қойдық. Алайда ол қағаздар кішкентай болғандықтан жазуға өте ыңғайсыз болатын. Менің денем ірі болғандықтан жазған кезде еш жерге сыймай тұрдым. Осы кезде жаныма DJ Китнеев болатын. Ол да маған осындай презентация өткізіп бер деп сұрады. Соның үйінде соның достарына презентация өткізіп бердім. Содан кейін тағы да презентация. Содан кейін Рики Уилли пайда болды. Рики Уилли мен Патрик келді. Менің не айтайын деп тұрғанын түсіндіңіздер ме? Мен ол адамды танымайтын едім. Менің істеген көмегім оларға 2-3 адам шақыру, қолдау көрсету болды. Мен оларды осындай жағдайда қалай тастап кетпекпін? Олар өзден өзі өркендеп кетті дейсіздер ме? Оларға осындай қолдау болды. Адамдарға әрқашанда қолдау қажет. Бұл бизнестің мәдениетін жолға қоюдың ең тиімді жолы. Өзіңізден бастап бизнес мәдениетін дұрыстап қалыптастыру болып табылады.
Бұл салаға мынадай әдісті қолданбаңыз. Оң жағыма 2 адам, сол жағыма 3 адам тапсам болды. Ал енді өздерің барыңдар, мен үшін ақша табыңдар, қимылдаңдар, тездетіңдер деген әдісті де қолданбаңыз. Көп адамдар осылай ойлайды. Мен сені осы жерге шақырдым. Енді сен барлық адамдарыңды осы жерге шақыр. Сен өзің оқыған мектептегі достарыңды осы жерге шақыруың керек. Ой, мен сені жақсы жігіт деп ойлап жүрсем, ақшаны бүйтіп таппайды. Егер сіз осы бизнесті дұрыстап құрғыңыз келсе, бұлай істеудің неге болмайтынын білесіз бе? Себебі оларда өз адамдарына осы қателіктерді жіберетін болады. Біздің бизнесте адамдарымызға қолдау көрсету маңызды. Оларға да өз адамдарына осы әдіспен солай істейтін болады. Сондықтан бірінші бөлім, яғни көзқарасты өзгерту бөлімінің маңызы өте зор. Себебі ол сіздің құрған ұйымыңыздың жұмыс істеу әдісін, мәдениетін қалыптастырады. Сіздің ұйымыңыздың жұмыс істеу мәдениетін дұрыс қалыптастырудың жалғыз жолы сол мәдениетті өзіңізден бастау болып табылады. Ұйымыңыздағы адамдар өз сенім шеңберіндегі адамдарын шақыруға көмек беріңіз. Үлкен ақшалар кейін келетін болады. Мысалға алайық, мынау сіздің 3-4 адамыңызды шақыруыңызға қанша уақытыңыз кетеді? Помогайте другим привлекать их круг влияния и доверия. Деньги придут позже. Представьте, если это вы привлекаете своих... 2 күн деп айтады. 1 ай, мүмкін 2 ай кетер, 2-3 ай, 4 ай кетер. Алайда 4 ай өте көп уақыт. Жарайды, 1 ай немесе 2 ай деп алайық. Барлығыңыз осымен келісесіздер ме? 2 айда сенім шеңберіңізден осы бизнеске 4 адам шақыра аласыз ба? Енді осы 4 адамыңыздың ықпалы жүретін өз ортасы бар ғой. Ол адамдар жалғыз емес, жабай емес, үңгірде тұрмайды. Олардың да сөздер өтетін адамдары бар. Олардың ықпал ететін достары, ағайын туыс, тамыр таныстары бар. Бизнесіміз жанданып өркендесін десеңіз, осы бизнеске шақырылған адамдар белсенді жұмыс істеу керек. Әрбір адамның сөзі жүретін 3-4 адам болады. Сіздің 3-4 ықпал ететін ортаңыз болмаса, сіздің айтқаныңызды тыңдамаса, онда сіздің жұмысыңыз әлі де болса дұрыс ұйымдастырылмаған. Ондай жағдайда сізге бәрін басқаша басынан бастау керек. Сіздің 3-4 ықпал ететін ортаңыз болмаса, оларға дұрыстап түсіндіре алмасаңыз, онда сізге осындай семинардың ешқандай пайдасы болмағандығы. Әрбір адамның 3-4 ықпалы жүретін өз ортасы бар ғой. Олардың да ықпал ететін достары, ағайын туыс, таныс тамырлар бар. Сіз сол 4 адамға өздерінің 4 адамын шақырып алып келуге көмектесесіз. Ақырында сіздің ұйымыңызда 20 шақты адамыңыз болады. Сіз сол адамдардың 16-сын танисыз ба? Сіздің танығаныңыздың маңызы бар ма? Ол 16 адамыңыздың ықпал ететін 4 адамдар болады. Сіз сол 16 адамды жалғыз ықпал ете аласыз ба? Жоқ. Сіз өзіңізге шақырған 4 адамыңыз көмек көрсетуі мүмкін. Егер сіз оларға қарамай қойсаңыз, олар да көмектеспейді. Егер сіз 4 адамыңызға кезінде көмек көрсетіп, оларға жеткілікті білім берген болсаңыз, онда олар да сізге көмектеседі. Сонда ғана сіздің ұйымыңыз өркендейді, көбейеді. Ал енді осы 16 адамды алайық, нақтырақ айтсақ, 64 адамды. Сол 64 адамның ықпал ететін достары, ағайын туыс, таныс тамырлары бар. Сонда сізде 256 адамыңыз болады. Сіз осы адамдарды танитын ба едіңіз? Енді осы 256 адамның ықпал ететін достары, ағайын туыс, таныс тамырлары бар. Осы 256 адам сізге 4 адамын алып келсе, сізде 1000 адамнан асады. Сіз сол адамдарды танымайсыз, алайда сол адамдар сіздің бизнесіңіздің өркендеуіне үлесін қосады. Ақша осылай құралады. Әрқайсысын сенім шеңберімен жұмыс істеуге үйретіңіз. Бірінші кезектегі мәселе, олардың ықпалы жүретін адамдармен жұмыс істеуге үйретіңіз. Сіздің оларға істегеніңізді олар да өз адамдарына жасайтын болсын. Ұйымыңыздағы кейбір адамдар, бұл адам президент, немесе бұл адам мынандай аймақтың әкімі, бұл адамның көптеген таныстары бар. Бұл адам ең беделді адамдардың бірі. Егер де осы адамға бизнес бастасам дейтін болса, тоқтатыңыздар. Біз бұлай жұмыс істемейміз. Біз тек қана өзіміз ықпал ететін 3-4 адаммен ғана жұмыс істейміз. Содан кейін олардың адамдарымен жұмыс істейміз. Солай істеуге үйретіңіз. Біздің басты мақсатымыз осы. Сіз неғұрлым тез және түсінікті тілде оларға түсіндірсеңіз, олар да соғұрлым тез адамдарына түсіндіретін болады. Үлкен көлемдегі ақша кейінірек келеді. Мен оған кепілдік беремін. Дұрыс түсінсек, тезірек ақша келеді. Дұрыс түсінік қалыптастырып, дұрыс жұмыс атқарсаңыз, соғұрлым үлкен көлемдегі ақша табатын боласыз. Енді біз екінші бөлімге өтеміз. Ол түсінікті өзгерту деп аталады. Қарсы емес шығарсыздар. Бізде бар болғаны 2 бөлім бар. Адам табиғаты тек қана 3 адам жөнінде ойлауға бейім болады. Өйткені біз осылай тәрбиелендік және адамның табиғаты осыған бейімделген. Мен және тағы да мен. Сіз 2 жасар баланы өте көп ойыншықтармен толтырылған бір бөлмеге кіргізіп, не боларын байқап көрдіңіздер ме? Олар соншама көп ойыншықтар бола тұра, екеуі бір ойыншыққа таласып қалады.
Ол жөнінде еш уақытта ойланбадыңыз ба? Бізде бір үлкен бөлмеде миллион ойыншық бар дейік. Сонда да олар жаңағы бір ойыншыққа таласатын болады. Мен біреуді ренжітейін деп отырған жоқпын. Адам солай жаратылған. Джо өзімшілдік танытып біреуді кемсітейін деп отыр деп ойламаңыздар. Адам табиғатынан солай жаратылған. Сондықтан адам қашанда өзін және өзін тек қана өзін ойлайды. Өйткені оның жаратылысы солай. Жай ғана бір мысал, егер білім ордасындағы студент болсаңыз, емтиханнан өту үшін өлермендік танытып сабақ оқисыз, және емтиханды сәтті тапсырсаңыз, өзіңіздің сәтті шыққан үздік жұмысыңызға сыныптасыңыздың фамилиясын тегін жазып қоясыз ба? Жоқ, сіз өзіңіздің атыңызды жазасыз. Бірақ сіз осы жұмысты өте нашар жазып тапсырсаңыз, сыныптасыңыздың есімін онда ойланбай жазуыңыз мүмкін. Корпоративті әлемде сіз өзіңіздің бастаған жақсы ісіңізге дұрыс баға алып, бастаған ісіңізде тек өзіңіздің есіміңізден тұру үшін жұмыс істейтін боласыз. Себебі сіз өзіңіздің ісіңіздің алға басқанын қалайсыз. Менікі дұрыс па? Сіз бұл ананың жұмысы, анау ананың жұмысы деп айтпайсыз ғой. Себебі бұл жұмыс сізге керек. Сіздің сәттіде табысты болуыңыз, сіздің жасаған ауқымды еңбегіңізбен, сіздің ынтаңыздың және сіздің жұмсаған күшіңіздің жемісі. Бұл расында солай. Біздің қоғамда осылай қабылданған. Біз осы қоғамда есейлік. Мұны мойындаймыз ба, жоқ па? Біз мұны басқа адамдар жөнінде айтып жатырмыз деп ойлаймыз. Неге олар мұны басқа адамдар жөнінде айтып жатыр деп ойлайды? Себебі олар осылай істегенде ғана өздерін жақсы сезінеді. Мұның соңы неге апарып соғады? Мұның соңы неге алып келеді? Мұның соңы деген не? Мұнда мен үшін не бар деген сұрақ. Мұнда мен үшін не бар дегенге алып келеді. Мұнда мен үшін не бар деген сұрақ. Мен жас кезімде анам маған былай дейтін: егер сен айналысып жатқан жұмыста адамдар үшін бір пайдасы болса, онда сен жақсы табыс табатын боласың. Егер сіз осы жұмыс арқылы табыс тапқыңыз келсе, түсінікті өзгертудің екінші бөлімін әрқашан есте сақтаңыз. Өзіңізді ұмытпаңыз. Егер сіз осы жұмыс арқылы табыс тапқыңыз келсе, өзіңізді ұмытпаңыз. Әрқашан өзіңіз құрған ұйым туралы ойлаңыз. Тек қана өзіңіздің лидеріңіз жайлы ойлаңыз. Егер сіз әрдайым барлық уақытыңызды өзіңіз құрған ұйымдағы адамдарға көмек көрсетуге бөлетін болсаңыз, қалай ойлайсыз? Ары қарай не болады? Егер күнделікті 8 сағатымда ұланға өзінің ұйымына адам шақыруға көмектесетін болсам, одан кейін оның адамдарына тағы басқа адамдар шақыруға көмектесем. Одан кейін оның адамдарына тағы басқа адамдар шақыруға көмектесем. Қалай ойлайсыздар? Не болады? Ұлан ақша таба бастайды, оның құрған желісі ақша таба бастайды, оның құрған ұйымы ақша таба бастайды. Олар көп ақша таба бастайды да, оларда осы бизнесті ары қарай дамытуға қызығушылық, белсенділік пайда болады. Айтыңызшы, сіз бір адамды тіркеген соң 3 ай өтсе де олар ешбір ақша таппай, тіпті алғашқы қадамды жасамадық дейік. Қалай ойлайсыз? Не болады? Ол адам шабыттанып, еңсесі тік жүреді дейсіз бе? Жоқ, оның мазасы болмайды, бірақ сізге оның жігер құм болмағаны керек. Сіздерге адамдардың шын мәнінде жігерленіп жүргені керек. Естеріңізде ме? Мен сіздерге маған басында 40-50 адамның келісім бермей қарсылық білдіргенін айтып едім. Мен бәрі де осымен бітті деп ойлағанмын. Мен бұл бизнесте ақша таба алмаймын деп ойлағанмын. Бірақ мен қателеспін. Бұл менің жұмысыма керісінше пайдасын тигізді. Себебі өздеріңіз көз алдарыңызға елестетіп көріңізші. Жаңа 40-50 адам иә деп келіскенде не болар еді? Жаңа 40-50 адамға көңіл бөлудің қандай қиын боларын елестетіп көрдіңіздер ме? Менің туысқан қарындасым, мен бірге Ферди ғана келісім берген үшін Құдайға шүкіршілік айтамын. Себебі мен оларға табысқа кенелу үшін күніне 8-9 сағат уақытын жұмсаймын. Ал Фердидің өзде өзінің ұйымымен жақсы табыс тапты. Ол басқа компанияда айына 3-4-5 мың доллардай тапты. Дейвпен де солай болды. Дейв басқа компанияда айына 8-9-10 мың доллардай тауып жатты. Сондықтан да олар өз компаниясына жұмыс істеуге көбірек уақыт жұмсады. Ал мен не істедім? Мен өз ұйымымда сол басқа компаниялардан артық жағдай жасаймын. Сосын олар тамақ ішуде, жатса да тұрса да квестнет жайында ойлайтын болады дедім. Мен оларға көмектесу үшін күніне 8-9 сағат уақытымды бөлдім. Арада біраз уақыт өткеннен кейін Ферди маған телефон соқты. Мен таңертең ол маған қоңырау шалмай тұрып, ертемен 7:30-да ұйқыдан тұрам. Джо, менде бір топ адамдар бар, келе аласың ба? Джо, бізде тағы бір топ адамдар бар, тезірек кел дейтін болды. Мен оларға жоқ демейтінмін, сондықтан оларда маған қоңырау шалуға қымсынбайтын. Сөйтіп біраз уақыт өткен соң, мен ол адамдарға күніне 10, 11, 12 сағатқа дейін уақытымды бөлетін болдым. Кейіннен Ферди, Дейв, біздің ұйымымыз күн сайын өсіп келеді. Енді сендердің өздеріңде презентация өткізсеңдерші. Мен осы уақытқа басқа жерде де презентация өткізе берем дедім. Олар жоқ деді. Мен неге дедім? Олардың өткізе берем деді.
Олардың компания башчылары сендер біздің компаниямен жұмыс істемесеңдер, сендерді жұмыстан шығарып жібереміз депті. Бұл дегенің айына 5-10 мың доллар, біз осы ақшаны жай ғана осымызда шығарып алмаймыз деді. Сол кезде мен былай деп шештім. Бұдан былай олар тамақ ішсе де, жатса да, тұрса да, Квестнет жайында ойлайтын болады дедім. Мен тек қана Ферди үшін емес, ұйымға, ондағы адамдарға көмектесу үшін күніне 8, 9, 10 сағат уақытымды бөлдім. Екінші айда Дейв шамамен 18 мың доллардай табыс тапты. Ферди болса 9-10 мың доллардай тапты. Сонда олардың не дегенін білесіздер ме? Олар өздерінің компания басшылығына мәдениетті түрде келіп, егер бізді босатқыңыз келсе, босата беріңіз депті. Олар енді менімен бастаған бизнесін тастай алмайтын еді. Себебі олар өз компанияларында 3 жылда жеткен жетістіктеріне менің компаниямда 3 айда жетті. Ал енді айтыңыздаршы, сіздердің компанияларыңыздың лидерлерінің ойлау шегі осындай болғанын қалар ма едіңіздер? Осыған жету үшін сіздер не істеулеріңіз керек? Оларға уақыт бөліңіз. Олар ақшаны көбірек тапқан сайын, олар одан сайын жігерлене түседі. Бизнестің осы саласы адамдарды одан да қатты қызықтырып, бұл бизнеске байып түрде қарай бастайды. Қалай ойлайсыздар? Ферди мен Дейв үшін басында осылай сенім белгісі ретінде қарастырылды ма? Ол өз компаниясының басшылығына барып, мырза, бізді жұмыстан шығарса шығара берсін дегенше. Олар өз компаниялар үшін шынайы берілген бе еді? Осы бизнеске байыпты қарады ма? Неге? Себебі бұл бизнес үлкен табыс көзіне айналды. Егер сіздің адамдарыңыз көп табыс тапсын десеңіздер, егер сіздің адамдарыңыз оларды үйрету үшін уақыт бөліп ұмтылыс білдірсе, олар осыған лайықты екенін сездіріңіз, көрсетіңіз. Олардың уақыты осыған тұратындай екендігін сендіріңіз. Соңында осыдан кімге пайда болады? Толықтай осы бизнеске беріліп, жан-тәнімен осы жұмысты орындайтын адамдарыңыз болса, бұдан кім пайда табады? Сіз пайда табасыз. Мен өзімнің алғашқы чегімді алғанда есімнен тана қуандым. Шын айтам, мен осы бизнеске табысқа жетерімді білдім. Алғашында осы бизнеспен танысып, бизнес жоспарымды көргенде, бұл мүмкін емес деген едім. Мен алғаш рет осы бизнеске келгенде 9 TC сатып алдым. Сіздерге де солай істе деп жатыр деп ойлап қалмаңыздар. Әркім өзі біледі ғой, қанша TC алса да. Солай емес пе? Басында оңай болған жоқ, қиындықтар болды. Мәселен, басында мен осы бизнеспен айналысайын деп жүрген кезімде менің әйелім қарсы болған. Ол мені түрлі әдістерге салып айнытпақшы болды. Бірақ мен өзімнің айтқанымнан қайтпай тұрып алдым. Сосын оған сен де менімен бірге жұмыс істе деп кеңес бердім. Әйелім маған, жоқ, мен бұл жұмыспен айналыспаймын, маған ұнамайды, өзімнің жұмысым жақсы деп қарсылық білдірді. Арада біршама уақыт өткен соң мен үйде жоқ едім. Сол күні маған келіншегім қоңырау шалып, қымбаттым, бүгін біздің үйімізге FedEx компаниясының қызметкерлері келіп, біздің антикварды монеталарымызды әкеліп берді. Сен менің монеталарымды айтып тұрсың ба? Біздің монеталарымызды. Сонымен қатар біздің ақшамыздың чегін де әкеліп берді. Не? Менің ақшам шығар? Біздің ақшамыз. Содан мен бір қатар уақыттан кейін үйге келсем, ол өзінің достарын жинап алып, біздің жаңа бизнеспен танысуларын керек деп жинап алыпты. Сонда мен, біздің жаңа бизнес пе? Жоқ, әлде менің жаңа бизнесім шығар десем, біздің жаңа бизнес деп беріліп кетіпті. Кімнің басына дәл осындай жағдай болды? Жасырмай-ақ қойыңыздар. Көптеген адамдар басына сіздерге сенбейді. Сіздерге өте қиын болуы мүмкін. Көптеген адамдар сіздердің сәтсіздікке ұшырайтындарыңызды бағынышты, құлайтындарыңызды, жетістікке жете алмайтындарыңызды айтады. Бірақ 2-3 ай өткен соң сіздер ақша таба бастайсыздар. Сол кезде сіздердің жетістіктеріңізді барлығы байқап, сіздерге қызыға бастайды. Сол кезде барлығы орнына келеді. Бастапқыда барлығы қиын болады. Сіздерге ешкім сенбейді. Сіз бір жақыныңызға барасыз да, бауырым, мен саған аптасына 20 мың доллар табатын бизнес көрсеткенімді қалайсың ба десеңіз, ол бірақ аптасына осыншама ақша табу үшін кімді о дүниеге аттандыруым керек, болмаса қандай банк тонауым керек деп мазақ қылуы әбден мүмкін. Өйткені аптасына 20 мың доллар олардың миына сыймайды. Мүмкін емес сияқты болып көрінеді. Сіздер өздеріңізге 1 миллиард долларды елестетіп көріп пе едіңіздер? Мен елестетіп көргем. Мысалға 1 миллиард долларыңыз болса, күніне 1 миллион доллар жаратсаңыз да, сол миллиард долларыңыз 3 жылға жетеді екен. Ал Билл Гейтстің миллиардтары қанша? 50, 60, 70 миллиард доллар бар. Сіз өзіңізге сонша ақшаңыз бар деп елестете аласыз ба? Жоқ. Міне, көптеген адамдар өздеріне аптасына 20 мың доллар алып отыруды елестете алмайды. Сондықтан да көпшілігі сізге жоқ деп айтуы әбден мүмкін. Олар ойларына алуға да қорқатын ақшаны қалай таба алатынына сенеді. Мен кеше сіздерге батылдық туралы айтқаным естеріңізде ме? Сіздер бір бөлмеге кіріп алып, не үшін бизнесті бастайтындарыңызды, яғни себептеріңізді, армандарыңызды жазыңыздар деген.
Сосын сіздер осындай жағдайлардан құтылу үшін мынадай нәрсе істей алатын едім, мынанша уақыт бөле алатын едім деп жазудың өзінде де батылдық керек. Көп адамда бір істі бастау үшін батылдық жетпейді. Сондықтан да осы әлсіздігін жасыру үшін түрлі сылтауларды ойлап таба бастайды. Мысалға, Дэйв Тринидад және сол сияқты лидерлердің жетістіктері көзге көрініп тұр дейсіздер ме? Жоқ, бірақ олардың батылдықтары, өздеріне сенімділіктері жүздерінде, көздерінде байқалып тұрды. Олар көп ұзамай 5 мың, 7 мың, 10 мың доллар таба бастады. Осы бизнес үшін қаншама адамдар жұмыстарын тастап кетті. Мысалға, Нұржан оң жағыңыздан 20 мың доллар тауып жатыр, ал екінші сол жағыңыздан Ұлан 25 мың доллар тауып жатыр. Қалай ойлайсыздар, соңында не болады? Олар екеуі де бұл бизнесті ынтамен істей бастайды. Оларда жеткілікті білімде болады, жеткілікті түрде тәжірибеде болады. Тағы да жаңа білім алуға қызығушылық арта бастайды. Демек, лидерлерге сіңірген еңбегіңіз ақталады. Сондықтан да тағы да айтайын, өзіңізді ұмытыңыз. Мен бұрын компанияға барып, есепшілерден менің мына лидерім қанша тапты, менің мына лидерім бұл аптада қанша тапты, ана адам қанша тапты деп үнемі сұрайтынмын. Бір күні менен компанияның директоры келіп, Джо, сен неге үнемі лидерлердің қанша ақша тапқанын сұрайсың да, өзіңнің қанша ақша тапқанын сұрамайсың деп сұрайтын. Мен сонда қарапайым нәрсе ғой, лидерім ақша тапса, менің де ақша табатынын айтпаса да түсінікті деп жауап беретінмін. Ақша табудың жалғыз ғана жолы адамдарға ақша табуға көмек беріңіз, адамдарға ақша табуға жағдай жасаңыз. Сол кезде сіз автоматты түрде ақша таба бастайсыз. Бұл бизнестің басқа бизнестен айырмашылығы осында. Елестетіп көріңізші, сол жағыңызда 5 адам, оң жағыңызда 5 адам, миллионерлер. Ойлап қараңыз, сіз сонда кімсіз? Сіз сол адамдарға миллиондар табуға көмектесіп отырып, пайда табасыз ба? Иә. Көп ақша табудың жалғыз ғана жолы бұл өзге адамдарға ақша табуға көмектесу болып табылады. Өз жетістігіңізді өзіңіздің ақшаңыздың көлемімен бағаламаңыз. Өз жетістігіңізді лидерлеріңіздің ақшасының көлемімен өлшеңіз. Мысалға, осы жағдайда сізге басқаша түсіндіруге тырысайын. Мысалға, сіз осы бизнесті жаңадан бастаған болсаңыз, сіз сол жағыңызға Томды шақырдыңыз, ал оң жағыңызға Жефті шақырдыңыз дейік. Том аптасына 400 доллар тауып отыр, ал Жеф болса бар болған аптасына 10 мың доллар тауып отыр. Қалай ойлайсыз, бұл бизнесті кім кірісіп шын көңілмен істейді? Әрине Жеф. Ол шын берілгені соншалықты көптеген кітаптарды сатып ала бастайды. Лидерлеріне толық жауапкершілік алып жұмыс істей бастайтындығы анық. Міне, сіздерге тек қана осындай лидерлердің түрі керек. Сол кезде ғана сіздің лидеріңіз бұл бизнесті толық штаттағы жұмыс ретінде істейтін болады. Сіздің ұйымыңызда толық штатта жұмыс істейтін лидерлеріңіздің болғанын қаламайтын ба едіңіз? Әрине қалайсыз. Керісінше қарастырып көрейік. Мысалға, сіздің бір лидеріңіз өзінің жұмысынан айына 5 мың доллар табыс тауып жатса, ал сіздің бизнесіңіздің айына 400 доллар тауып жатса, қалай ойлайсыз? Ол қай жұмысты беріліп істейді? Қай жұмысқа көбірек уақытын бөледі? Әрине, басқа жұмысына. Солай емес пе? Екінші жағынан қарастырып көрсек, ол өзінің жұмысынан 5 мың доллар тауып, ал Кюнеттен 20 мың доллар тауып жатса, қалай ойлайсыздар? Ол қай бизнеске көбірек уақыт бөледі? Әрине, осы бизнеске. Сондықтан да естеріңізге сақтаңыздар. Кез келген лидеріңізді осы бизнестен көбірек ақша табуды қамтамасыз етуіңіз керек. Менің ең алғаш өзімнің лидермен бизнес бастаған кезім есімде. Біз асханаға барған кезде есепті бәріміз ортадан төлейтін едік. Ал қазір жиналатын болсақ, мен төлей саламын, жоқ, мен төлеймін, сіз қоя беріңіз, мен төлеймін деп бәрі таласып жатады. Сонымен бірінші бөлім көзқарасты өзгерту және өз сенім шеңберімен жұмыс істеу, сенімді адамдармен жұмыс істеуді үйреніңіздер және сол жақын адамдарыңыздың ақша табуына жағдай жасаңыздар. 400 в неделю или теория.